Мен Қырғыз орта мектебінің оқушысы Руслан Альбина. Қазіргі болып жатқан індетке байланысты үйде отыруларыңызды сұраймыз және күнделікті сақтық шараларын қолдануларыңыз керек. Даладан келген соң қолымызды жуып, және де мынандай антисептикпен дезинфекциялаймыз. Немесе басқа заттармен. Далаға бейберекет шықпаңыздар. Далаға тек дүкенге және де дәретханаға ғана шығыңыздар. Біз бұл індетті бірге жеңеміз. Біз біргеміз, біз едеміз. Біз бірге болсақ, осы індетті бірге жеңеміз. Үйде отырыңыз. Күрезек орталау мектебінің оқушы, бірінші сынып оқушы Ертай Амина. Даладан үйге кіргенде қолымызды сабындап жуымыз керек. 20 секунд. Қолымыздың араларын мұқият жуымыз керек. Далаға шығар кезде масканы тағып шығамыз. Сәлеметсіздер ме? Мен Күрезек орталау мектебінің 2-ші сынып оқушысы Оразхан Нәришер. Коронавирустан сақтану үшін қолыңды сабындап жуу керек. 20 секунд сайын қолымызды жуу керек. Саусақтарымыздың арасын жуу керек. Содан кейін алақандарыңызды сабынмен үйкелу керек. Содан кейін қолымыздың барлық жерімізді жуу керек. Содан кейін қолымызды шайқаймыз. Мен Тарханұлы Әділмін. Мен дағы жұмыстарды бітіріп кірдім. Міндетті түрде қолыма қолғап, бетіме маска кидім. Енді маскамен қолғабымды шешіп, қолымызды дезинфекциялаймыз. Енді қолымызға арнайы антисептикті шашамыз. Сіздер де міндетті түрде осы антисептикті шашып жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қолды сабынмен айбаттап жуу керек. 20 секундпен жуу керек.
Далаға шығар кезде маска тағып шығу керек. Маска әртүрлі вирустардан қорғайды. Сәлеметсіздер ме? Мен карантин кезінде анама түрлі үй шаруаларына көмектесемін. Ол үшін бізге түрлі тазалық құралдары қажет. Мысалы, мистер Мускул, ол үйдегі түрлі жиһаздарды дезинфекция жасайды. Бұл ауа тазартқыш, онымен ауаны тазартамыз. Және бұл терезе жуғыш құрал, онымен терезені таза жуамыз. Бұл доместис, ол түрлі микробтарды өлтіреді. Және үйді тазартып болғаннан кейін қолымызды міндетті түрде сабындап жуамыз. Қолымызды мұқият сабынмен 30 секундтай жуамыз. Қолымыздың ішін, сыртын, алақандарымыздың бәрін жуамыз. Қолымызды сүртіп болғаннан кейін оны антисептикпен сүртеміз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз карантин кезіндегі сақтық шараларын айтатын боламыз. Біріншіден, қолымызды сабынмен мұқият жуамыз. Екіншіден, маска мұқият тағамыз. Үшіншіден, антисептик қолданамыз. Төртіншіден, үйден шықпай үйде отырамыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз коронавирустың алдын алу жолдарын ұсынамыз. Бірінші, сабынмен қолымызды мұқият жууымыз керек. Көшеге шығар алдында масканы мұқият тағып шығу керек, және адамдар көп жүрген жерде бармауды